Бәріңе сәлем. Зейнеп сериалында Зейнептің рөлін сомдаған Демет Өздемір туралы айтамыз. Олай болса, лайктарыңызды сайлап, пікірлеріңізді дайындап қойыңыздар. Арнаға жазылуды ұмытпаңыздар. Демет Өздемір 1992 жылы 26 ақпанда Қожелі аймағына қарасты Измит қаласында өмірге келген. Ол отбасындағы 3 баланың кенжесі. Деметтің Болкан атты ағасы мен Дерия деген әпкесі бар. Оның ата-анасы Демет 8 жасқа толған шағында ажырасып кеткен. Болашақ актриса әпкесі екеуі анасымен бірге Ыстамбұлға қоныс аударады. Өмірінің алғашқы жылдарында Деметтің кумирі оның әпкесі болды. Әкесі бір жола бас тартып, ағасы Болкан жеке өзі өмір сүре бастағаннан кейін Дерия отбасының материалдық әл-ауқатына қамқорлық жасауды мойнына алады. Ол талантты биші еді, оның қойылымдары теледидарда көрсетілді және Демет әпкесіне ұқсауды армандады. Биге деген құмарлығына қарамастан, жас Демет бұл бағытта мансап қууды ойлаған жоқ. Әпкесінің қойылымдар кезінде киген формасы оған ұнамады. Bir күнде жанжалдасып жатқанында ешқашан олай киінбейтінін және одан да маңызды мамандықты таңдайтынын айтады. Көп ұзамай Дерия тұрмысқа шыққасын Демет анасымен жалғыз қалады. Ақша тез таусылып, қыздың би билеп ақша табудан басқа амалы қалмайды. Ол әпкесі бірге жұмыс істейтін менеджерге хабарласады, бірақ бастапқыда би билеуге құштарлық танытпайды. Ол өнер көрсетуді бастау үшін бір айда 11 келі салмақ тастауы керек еді. Өздемір расында табысқа жете алды. Алдымен ол танымал түрік әншісі Бенгудамен бірге, яғни әншінің артында би билеп өнер көрсетті. Содан кейін Түркиядағы ең күшті баскетбол клубтарының бірі Анадолу Эфестің қолдау тобы Эфес қыздар би тобына қосылды. Кейіннен жас биші Мұстапа Сандалдың Әтеш етпе ұмыт әніне түсірілген бейнебаянға шақырылды. Көрермендер Деметтің өнеріне риза болды. Сонымен қатар достары оның би ғана емес, актерлық қабілеті де бар екенін байқады. Берілген кеңесті тыңдауды ұйғарған қыз Шахики Тикан театр студиясының курсына жазылды. Онда ол оқуын жұмыспен қатар алып жүрді. Ол алғаш рет үлкен экранға 2013 жылы Fox TV арнасындағы «Мен саған құпияны айтамын» сериалымен шықты. Кейінірек ол Курт Сеит пен Александра сериалына түсіп, сол жерде Алиннің рөлін сомдады. 2015 жылы Star TV арнасында ол Юсуп Чиммен бірге Асылы рөлін сомдаған Құлпынай жұпары сериалында ойнады. 2016 жылдың маусымында ол Fox телеарнасында 309 нөмір сериалындағы Лалия қыз персонажымен жарқ етті. 2018-2019 жылдары Ерте құс сериалында басты рөлді сомдады, ал 2019 жылы ол қазіргі Зейнеп телехикаясына шақырту алды. 2023 жылдың 2 қыркүйегінде Венеция кинофестивалі аясында 21 рет өткізілген Кино марапаты сыйлығында Демет Өздемір үздік халықаралық актриса жүлдесіне лайық деп танылды. Актрисаның жеке өміріне тоқталатын болсақ, 2015 жылдан бастап Құлпынай жұпары сериалында бірге рөл ойнаған Юсуп Чиммен кездесті. Екеуі талай рет ұрысып татуласты, бірақ Демет 2016 жыл актермен қарым-қатынасын үзді. 2018 жылдың маусым айында актриса қыркүйекте ажырасқан жаңа ғашығы Сечкен Өздемірмен жұртшылықты таныстырды, бірақ бұл таныстық та көп ұзаққа бармады. 2020 жылы ол әнші Оғызхан Кочпен кездесе бастады. 2021 жылдың соңында Парижге сапарынан кейін күтпеген жерден қарым-қатынастарын үзді. Bir айдан кейін үйіне қайта оралғаннан кейін татуласты. 2022 жылдың 14 ақпанында Валентин күні Оғызхан Коч үйлену туралы ұсыныс айтып, ұмытылмас тосын сый жасады. 2022 жылдың 28 тамызында Демет Өздемір Оғызхан Кочқа тұрмысқа шықты. Салтанатты үйлену тойы Ыстамбұлдағы атақты элиталық қонақ үйлердің бірінде өтті. 2023 жылдың 13 сәуірінде Демет Өздемір Оғызхан Кочпен ажырасатынын жариялады. 2023 жылдың 8 мамырында ерлі-зайыптылар ресми түрде ажырасып кетті. Демет Өздемірдің өміріне қатысты қысқа да нұсқа қызықты тарихы осында. Енді кімнің өмірі жайында айтайық. Пікір алаңына жаза кетіңіздер. Егер видео ұнаған болса, лайк басып, арнаға жазылуды ұмытпаңыздар.